Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте керемет кешкі асқа өте дәмді болып шығатын тағамның рецептісін ұсынамын. Бұл тағамның аты оңқуырдақ деп аталынады. Моңғолдардың ұлттық тамағы. Өте ерекше, дәмі де өте супер болып шығады. Ең алдымен ыдысқа ыстық су және тұз, жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Содан кейін жаймендеп ұн салып қамыр илейміз. Қамырыңыз кішкене қаттылау болғаны дұрыс, жұмсақ болса, былжырап жайған кезде дәмі онша емес болып қалады. Қолымызбен жақсылап басып, илеуін келтіріп, жақсылап қамырды илеп аламыз. Міне біз қамырымызды илеп алдық, енді кішкене 5-10 минутқа қалдырамыз, сол кезде жайылуы ыңғайлы болады. 5-10 минуттан кейін алып қамырымызды жая берсек болады. Суалы етіп аламыз, өйткені осылай жайғанға ыңғайлы болады. Қолымыздың көмегімен саусақтарымызбен басып, шет жағын басып, жақсылап жаюға келтіріп аламыз. Енді оқтаудың көмегімен қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алуымыз керек. Кәдімгідей жұп-жұқа болу керек. Қазір видеоның барысында көресіздер қаншалықты жұқа болып тұрғанын. Қамырдың шет жақтарын көбірек басуға тырысыңыздар, сол кезде ортасы жұқа, шеті қалың болып қалмайды. Содан кейін ішкі жағына жақсылап бір тегіс етіп, шет жағына дейін жеткізіп, кәдімгідей бір тегіс болып жағылу керек. Осындай сұйық май, яғни тағамға пайдаланатын майымызды тегіс етіп жағып алуымыз керек. Содан кейін осылай орама сияқты ораймыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей орап алыңыздар. Менің манты қазаным кішкентай болғандықтан мен қамырды, жайып алған қамырымды екіге бөлдім. Егер сіздерде манты қазандарыңыз үлкен болса, біреу қылып пісіруге болады. Осылай арасына май жағып, дәл осылай орап, манты қазанның листіне қоятын боламыз қазір. Мен манты қазанның листін астын майлауды ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде листті майлап, содан кейін қамырды қойсаңыздар, сол кезде қамырыңыз алынуы өте оңай болады. Сосын уайымдамаңыздар, қамырдың арасы мүлде жабысып қалмайды, өйткені май бар, қамырдың құрамында жұмыртқа бар, сондықтан өте дәмді болып шығады. Осылай листке орналастырып, бетіне жақсылап майды жағып аламыз да, манты қазанымызға 40-50 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін подливін дайындауға кірісеміз. Бізге пияз, сәбіз, картоп және ет керек болады. Етімізді дәл осылай жұқалап, ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды, картоп, сәбізіміздің барлығын турап аламыз. Картоптарды осылай бөліктерге бөліп, кішкентай ұзынша етіп бөлуге тырысыңыздар. Қатты үлкен болып кетпеу керек. Сәбізімізді де дәл солай, бірақ картоптан кішкене жіңішкелеу етіп тураймыз, өйткені сәбіздің пісуі кішкене кеш болғандықтан жіңішкелеу турағандарыңыз жөн. Содан кейін қазанымызды отқа қойып, қыздырып, май құйып аламыз. Майды кішкене көптеу құйыңыздар, өйткені біз бұл тамаққа су құймаймыз, сондықтан майға пісетін болғандықтан кішкене 1-2 ас қасық көбірек құюларыңызды сұраймын. Пиязды жақсылап етпен бірге араластырып қуырамыз. Пияз кішкене сарғайып, қызара бастаған кезде сәбізбенен картошкамызды салып бірге араластырып қуырамыз. Бетін жауып, қақпағымен қайта дымдап, ешқандай су құймай, картопты пісіріп алуымыз керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Томат және тұз салып,
жақсылап араластырып бетін жауып қоясыздар. Дымдалып картошкасы піседі және астын баяу қылып қойып қоюларыңыз керек. Қатты отта тұрса асты жабысып картоп пияздарыңыз тез күйіп кетеді. Осы аралықта біздің қамырымыз, яғни осы орап қойған қамырымыз пісіп қалады. Біз оны листтен аламыз. Листтен алып турап алуымыз керек. Міне біз бірінші листтен алдық, екіншісінде алып алуымыз керек. Енді осы қамырды ұзынша етіп тураймыз. Міне арасы мүлдем жабыспаған, ажыралып өте дәмді болып тұр. Дәл осы қамырдың өзін жесеңіздер де өте дәмді. Негізі дәл осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, осы оралып тұрған қамырымызды кесіп турап аламыз. Міне біз барлық қамырымызды турап алдық. Өте дәмді болады. Енді дайын болып тұрған подливімізге, пісіп тұрған подливіміздің үстінен осы нанымызды саламыз. Бұл моңғолдардың ұлттық тағамы цуйван деп аталынады, ал бізде қазақ тілінде ұн қуырдақ деп аталынады. Кейбіреулер осы тағамды нан салмамен шатастырып жатады, бірақ бұл нан салма емес. Нан салманы қамырын суға пісіріп алса, бұны дәл осылай қасқанға пісіріп, манты қазанға пісіріп дайындайды. Енді салған подливкаменен қамырды жақсылап араластырып аласыздар да 5 минутқа қақпағын жауып қойып қоясыздар. Сол кезде бір-біріне сіңіп, дәмі өтіп, өте дәмді, керемет болып шығады. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Бетін аштық. Өте дәмді болып шығады. Кешкі асқа жасап көріңіздер, өте дәмді. Отбасыңызға барлығына ұнайды деген ойдамын. Менің өзіме, отбасыма қатты ұнады бұл тағам. Нан салмадан өте ерекше дәмді болып піседі екен. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, үлкен рахмет айтамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, каналымдағы видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар және ешқандай видеоны жіберіп алмайсыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Мөлдір.